сабағымызды балдар бастамас бұрын біз өткен тақырыптарға шолу жасап кетейік. Өткен үй тапсырмасы қандай еді бізде? Тері аурулары және гигиенасы. Тері аурулары және гигиенасы. Олар болса, үй тапсырмасын пысықтаудан бастап, қазір мен сендерге сұрақ қоямын, сендер жауап бересіңдер. Яғни бізден сұрақ, сізден жауап айдарында сұрақтар қойылады. Білетініміз қол көтереміз. Барлық тері жұқпаларын қандай топтарға бөлеміз? Айта қойылғаны. Барлық тері жұқпаларын үлкен үш топқа бөлеміз. Бактериялық, патогенді саңырауқұлақтар және паразитті жануарлар. Өте жақсы, отыра қойылғаны. Тері неше қабаттан тұрады? Кім айтады балдар? Әсер айта қой. Тері негізгі үш қабаттан тұрады. Эпидермис, дерма және террасома жосынығы. Өте жақсы. Терінің кең таралған саңырауқұлақ тудыратын ауруларының бірі. Кім айтады? Алтынай бірінші көтерді қолын. Терінің кең таралған саңырауқұлақты тудыратын ауруларының бірі теміретті. Ол теріні, шаш пен тырнақты зақымдайды. Теміретті пайда болған жерде шаш түсіп қалады және тері толық тықылданады. Дұрыс, өте жақсы. Саңырауқұлақтар аурулары тудырмау үшін қандай ережелерді біз сақтауымыз қажет? Айта қой. Саңырауқұлақты жұқтырмау үшін өсімдіктер, жануарлар және басқа да адамдардың гигиенасын сақтау және киім мен аяқ киімдерін киюге болмайды. Өте жақсы, Фатима, отыра қой. Кене арқылы жұғатын тері ауру қалай аталады? Кім айтады? Кене арқылы жұғатын. Ақгүл? Шымақ отыр. Шымақ отыр, отыра қой. Шымақ отыр терінің қай бөлігін зақымдайды? Жұғу жолдарын айтамыз. Маржан? Шымақ отыр кенесі қолдың араларын және аяқтың араларын зақымдайды. Ол тез жұқпалы ауру болып есептеледі. Мысалы, біреумен амандасқан кезде ол тез жұғып кетуі мүмкін. Дұрыс, өте жақсы. Қолдың саусақтарының арасы өте жұқа болғандықтан сол жерді зақымдайды екен. Өте жақсы, отыра қой. Тері ауруын емдейтін дәрігер қалай аталады? Сұлтан айта қой. Дерматолог, дерматолог. Тері ауруын дерматолог дәрігер емдейді екен. Отыра қой. Теріде бактериялардың әсерінен пайда болатын ауру. Теріде бактериялардың әсерінен пайда болатын ауру. Маржан? Теріде бактериялардың әсерінен пайда болатын ауру безеу бөртпелер. Отыра қой. Безеу бөртпелерімен күресудің медициналық емес әдісін Ажар айта қой. Безеу бөртпелерімен күресудің медициналық әдісі емес, бетті тазалау, теріні тазалау. Теріні тазалау, күніне майланған теріні қайта-қайта жуып отырса, безеу бөртпелері азаяды екен. Иммунитетті жалпы нығайту үшін қандай ережелерді сақтау керек? Аяқжан? Иммунитетті жалпы нығайту ол дұрыс тамақтану және жеке гигиенасы ережелерін сақтау. Тері жұқпаларының шаралары болып табылады. Отыра қой, дұрыс. Тері гигиенасын қалай сақтаймыз? Жалпы тері гигиенасын қалай сақтаймыз? Айта қой, Маржан? Терінің лас болуы көптеген ауруларға ұшыратады. Сол себепті өзіміздің жеке бас гигиенамызды сақтап, душқа түсіп көбінесе әмбе. Шашты, теріні не істеу керек екен? Жүз бұрын таза ұстау. Тырнақты, аяқ қол тырнақтарын үнемі алып отыру керек. Таза ұстау. Не себептен аяқ қол тырнақтарын алып отырамыз? Мысалы, жуылмаған қолмен бет ұстауға болмайды. Тырнақтардың арасында не болады? Бактериялар болады. Отыра қой. Жарайсыңдар, үй тапсырмасы өте жақсы балдар. Келесі біз жаңа сабағымызды бастаймыз балдар. Ал балдар бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алар. Ол үшін сендер не жерден топтың атын әрқайсың өздерін таңдап ала қойыңдар. Кеуде сүйектер. Топ басшыны сайлап аламыз да, бағалау парағын берем, бағалау парағын
тапсырма бойынша осы топтағы балдарды бағалап отырасыздар. Бірінші топта Ақгүл топбасшы балдардың атын жаза бер. Келесі топта Мұрат Фатима өзің бола ғой топбасшы. Келесі топта кім топбасшы болады? Аңғайстан балдардың атын жазып топбасшылар бағалау бойынша тапсырмаларды бағалап отырасыздар. Бірінші тапсырма 1 балл, екінші тапсырма 2 балл, үшінші тапсырма 3 балл, төртінші тапсырма да 3 балл. Жалпы балдар әр тапсырма толық балл алатын болса, сонда біз сабағымызда бүгін 10 балл жинайды екенбіз. Тапсырмаларды орындау барысында бағалаймыз. Топбасшылар. Ал енді олай болса балдар бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазайық. Дәптерімізді ашып балдар бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін қаңтардың 28-і сабақтың тақырыбы. Бүгінгі тақырыбымыз балдар адам қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің маңызы. Жаздық па дәптерімізге? Жазсақ балдар бері қарайық балдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау. Бағалау критерийлері тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттай алады. Ал енді балдар бізде тірек қимыл жүйесін біз екі топқа бөлеміз. Тірек қимыл жүйесін. Бұл қаңқа сүйектері және бұлшықеттер біздің ағзамызда тірек қимыл жүйесіне қатысады. Жалпы бұлшықеттердің жиылуы, сүйектердің қозғалысы, қимыл қозғалысты қамтамасыз етеді. Адам қаңқасының бөлімдеріне тоқталатын болсақ, балдарымыз адам қаңқасын бас сүйек, тұлға, омыртқа жотасы, аяқ, қол сүйектері деп бөледі екенбіз. Бас сүйектің өзі бет бөліктен ми сауыттан тұрады. Ал тұлға омыртқа жотасы мен кеуде қуысынан тұрады. Омыртқа жотасы S тәрізді екі иілім артқа, екі иілім алға түсіп, адам қаңқасы бөлімдері бас сүйек, тұлға, омыртқа, қол, аяқ сүйектері болып бөлінеді. Бас сүйек бет бөлімінен ми сауытынан, тұлға омыртқа жотасы мен кеуде қуысынан тұрады. Омыртқа адамның тік жүруіне септігін тигізеді. Аяқ қол сүйектері, иық белдеуі қолдың еркін қозғалатын сүйектерінен, аяқ белдеуі, жамбас белдеуі аяқтың еркін қозғалатын сүйектерінен тұрады. Ал енді қаңқаның атқаратын қызметіне келетін болсақ, жалпы балдар, біз білеміз сүйектер қан түзетіне, біз қанның құрылысын құрамын өткен кезде айтқан боламыз, сүйек кемігінде не істеді? Қан жасушалары жасалады деген. Екінші бізге қаңқа тірек қызметін атқарады, ағзаны тік ұстауға көмектеседі. Қаңқа үшінші ол қорғаныштық қызмет атқарады, яғни ішкі мүшелер сыртынан қорғап, қоршап тұрады екен. Бұлшықет пен қаңқа қосылып, қимыл қозғалыс қызметін атқарады және ішкі мүшелерді қорғайды екен. Қаңқаның бөлімдеріне келетін болсақ, балдар, бас сүйегі екі бөлімнен тұрады. Бұл ми сауыты және жақ бөлімінен тұрады. Ми сауыты миды сыртынан қорғап тұрады, бет бөлімі астыңғы үстіңгі жақтан тұрады. Ми сауытында төбе, самай сүйектер, бұл жүп сүйектер болып аталады да, ал маңдай шүйде сүйектері бұл тақ сүйектер болып аталады екен. Ал жақ сүйектердің үстіңгі, астыңғы жақ сүйектері деп бөлеміз, екеуі шықшыт буыны арқылы байланысқан қозғалмалы жақ сүйектері. Одан кейін омыртқа жотасы. Омыртқа жотасы балдар 5 бөлімнен тұрады. Мойын, арқа, бел, сегізгөз, құйымшақ деп бөлеміз. Және омыртқа жотасы кеуде бөлімінде кеуде қуысын құрайды. Алдынан төс сүйегі, артынан омыртқалар, қабырғалар бірігіп, кеуде қуысын құрайды екен. Ал қол сүйектеріне келетін болсақ, балдар, қол сүйектері иық сүйегін құрайтын жауырын, екі жауырын арқада, одан кейін бұғана сүйегі бар, қолдың ұзын сүйектеріне тоқпан жілік, кәрі жілік, нешеде шынтақ сүйегі бар, және білезік, алақан, саусақтар. Алақанында балдар өте майда сүйектер өте көп. Ал аяқ сүйектеріне келетін болса, аяқ сүйектеріне жамбас. Жамбас өзі 3 сүйектен құралған. Мықын, шонданай, қасаға деген 3 сүйектен құралған. Ал одан төмен қарай ортан жілік,
ортан жілікке астықты жілікке қосылады. Астықты жіліктің шетінде садақ сүйегі болады. Ал аяқтың басында, қолдың басындағыдай өте көп майда сүйектер орналасқан екен. Жалпы балдар қаңқаның, адам қаңқасын түзетін сүйектер 200-ден астам болып келеді денемізде. Енді осы тапсырмаларға осы қаңқаның құрылысына байланысты тапсырмаларды орындау барысында әрі қарай түсінеміз. Бірінші тапсырма: қаңқа бөлімдерін атаңыз. Дәптерімізге жазайық. Кітаптан қарап отырып, оқулықпен жұмыс істеп, балдар қаңқа бөлімдерін дәптерімізге жазамыз. Жаңа айттық біз қаңқа қандай бөлімдерде тұратынын. Адам ағзасында қаңқа бөлімдерін атай алады. Бұл сұраққа 1 балл беріледі. Дұрыс орындасам, кәне жылдан орындап шығайық, балдар. Дәптерімізге жазамыз. Қаңқа қандай 4 бөлімнен тұрады екен? Дұрыс орындап жатыр Фатима. Молодец. Топташылар бағасын қойып қоямыз бір балдан дұрыс орындаған оқушыларға. Дұрыс, керемет. Әсел дұрыс орындады. Ардақ дұрыс орындады. Бітіреміз дұрыс. Кәне, балдар бәріміз орындадық па? Кім айтып жібереді бізге? Кім айтады? Қане білем қойшы біткен? Ақгүл, айта қойшы қаңқа бөлімдерін. Қаңқа бөлімдерінде тұлға, бас сүйек, омыртқа жотасы, қол аяқ жатады. Дұрыс. Жаздық па балдар осылай бәріміз? Бас сүйек, тұлға, омыртқа жотасы, қол аяқ сүйектері. Жазып қоямыз. Келесі тапсырма бізден. Келесі тапсырманы орындамас бұрын, балдар біз кішкентай видеоролик қойып жіберейік. Сол тапсырманы орындау оңай болсын. Адамның денесінде 206 сүйек бар. Нәрестенің сүйек санын әйнек жаттап біліп ал. Мынау қызыл бас сүйек, төменде жақ сүйек. Саған қызық айтайын, құлақта да сүйек бар. Олардың өте майда көлемі, аттары балғашы, төстік, үзеңгі. Өкпеменен жүректі кеуде торы күзетті. Кеуде торының құрайтын сүйектерді айтайын. Ол ұзын қабырғалар майысқан, алдынан келіп жалғыз төс сүйекпен жабысқан. Ал артынан омыртқа жотасымен тоғысқан. Омыртқа жотасымен көкпал омыртқа жетеуі мойын болады, 12-сі арқаны құрады, белде омыртқа 5 болады, арғы 5-і 7 өрт шақ соңында халық болып тұрады. Арқада тұрған жауын алдында бұланып, тоқпан жілік қызылымен белгіленген мың жерде шынтақ сүйек сырымен, ал кәжір үстіне билеп алайық, жамбас сүйекті қарайық. Мықы шат шоңырлай, жамбаста олар жабысып, орналасқан қосылай. Тізенің ұшық сүйегі асты жілікпен шыбықты тізеден біріктіреді. Ортан жілікпен жалғасып, аяққа қимыл береді. Адамның денесінде 206. Ал балдар, видеоролик көріп болсақ, енді ары қарай сабағымызды жалғастырамыз, тапсырмаларды орындаудан бастаймыз. Ал балалар, видеороликті тамашалап болсақ, ары қарай тапсырмаларды орындаймыз. Түсінікті бол ма видеода барлық сұрақтар түсінікті ма? Қандай сұрақ? Бізде адамның сүйегі бұл жерде 206 деп берілген, бірақ нәрестеде бізде 270. Неге нәрестеңкі ересек адамға қарағанда көбірек? Бұл жерде нәрестелердің сүйегінің көп болу себебі балдар, нәрестелердің сүйектері өте майда болады. Олар әлі бір-бірімен бірікпеген болар, сондықтан нәрестелерде сүйек өте көп. Ал енді ол кейін сүйектер бір-бірімен бірігіп, тұтасатта сүйектердің саны ересек адамда 206 болады. Нәрестелерде сондықтан сүйектер көп болады. Келесі тапсырмамыз біздің сандарды омыртқа жотасы бөліктеріне сәйкестендіріңдер дейді. Балдар, бұл жұптық жұмыс. Қазір орындаймыз тапсырманы. Тапсырманы орындап болғаннан кейін қасымыздағы досымызға береміз. Ол тексеріп, балын шығарады. Жылдан орындаймыз дәптерімізге. Бірінші
Birinchi omurtqa jotasi, segiz göz, bel, arqa, mo'yin, quyumshaq, qabirg'a. Sanlarni omurtqa jotasi yazib olaylik. Segiz göz, bel, arqa, tez yazamiz, mo'yin. Sanlarni omurtqa jotasi bo'laklarмен сәйкестендіреміз балдар бұл тапсырмада. Omurtqa jotasi, segiz göz, bel, arqa, mo'yin, quyumshaq, qabirg'a. Осы сүйектердің қанша сүйектен тұратынын жазамыз балдар. Тапсырманы жұппен орындаймыз, орындап болғанымыз келесі жұбымызға береміз. Орындап болғандарын қастарындағы достарына берген. Бұл жұптық тапсырма балдар. Кітаппен мәтінмен жұмыс жасаймыз, ұмытпасақ. Жаңа видеороликте балдар көрсетілген, қанша омыртқа бар, қанша қабырға бар. Бізде мойын омыртқасы қанша, оның ішінде арқа, бел омыртқаларының саны мәтінде көрсетілген, сол бойынша жазамыз. Сөйтіп, досымызға не істейміз? Береміз. Досымыз тексереді. Орындап болсақ, бір-бірімізбен ауысамыз. Ал енді балдар, жазып болсақ, тапсырманы досымызға беріп тексерейік. Дұрыс жауабымен тақтадан көрсетіп қоям балдар. Келесі жауабын тексереміз. Омыртқа жотасы қанша екен бізде балдар? 34 екен. Сегіз көз қанша екен? 8 екен. Бел, 8, quyumshaq, 4, arqa, mo'yin 7, qabirg'a 12, altauı o'ng жақта, altauı, жоқ 12 qabirg'a o'ng жақта, 12 qabirg'a sol жақта. Екеуі бірігіп, үшіма жұмыс. Топ бойынша жұмыс беріледі балдар. Бұл қаңқа бөлімдерін құрастыр бірінші топқа және қол аяқ сүйектерін атаңыз дейді. Қаңқа бөлімдерін не жерде қималары бар балдар. Осы қаңқа бөлімдерін плакатқа құрастырып, желімдеп, осы бөлімдерді жазамыз. Келесі екінші топтың тапсырмасы қаңқа бөлімдерін атауларын жаз дейді. Не жерде қаңқа бөлімдерінің атауларын жазамыз. Екінші топқа кеуде қуысына, ал қол сүйектері тобына кеуде қуысы мен құрсақ қуысын құрайтын сүйектерді жазамыз. Ал топқа бірігіп, тез топпен жұмыс жасаймыз. Біреуіміз желімдеп жатсақ, біреуіміз тез жазып жатайық. Жылдан топпен жұмыс жасаймыз. Жаңа плакаттың ортасына желімдеп
birinchi bo'ldi.
Ал олай болса, балдар бізде қол сүйектер тобы ең бірінші тапсырманы орындады. Сол қол сүйектерінің тобынан бастайық тапсырманы қорғауды. Өзінің тапсырмасын қорғайтын оқушылардың пікірін тыңдайық, тыныш отырамыз. Бізге берілген тапсырма сүйектерді пішіні мен құрылысына қарай ажыратып жазу болатын. Біздер Сүйектер үш топқа бөлінеді. Жалпақ, ұзын, қысқа. Жалпақ сүйектерге бас сүйегі, жақ сүйегі және төс сүйегі жатады. ал ұзын сүйектерге аяқ қол сүйектер жатады. Қысқа сүйектерге омыртқа, қол, табан сүйектер жатады. Ал енді осы сүйектер қалай аталады білесіңдер ме? Мынау қол сүйектерінде қандай жіліктер бар? Біз айтқанымыз. Кәрі жілік, аспан жілік. Иә, кәрі жілік бар екен, иә. Мына жілік қалай аталады? Кәрі жілікке жоғары жағындағы Тоқпан тоқпан жілік, дұрыс, Ажар дұрыс айтты, тоқпан жілік деп аталады. Ал аяқта қандай жілік бар? Асық жілік бар және ортан жілік. Жамбас қандай сүйектерден құралған? Жалпақ сүйекке жатады, қандай сүйектерден құралған? Жаңа біз айтып кеттік. Иә, қасаға, мықын, шонданай деген үш сүйектер. Қасаға дегенді шат деп дәрдірдалар, мықын, шат, шонданай деп айтады. Кей оқулықтарда қасаға деп берілген, кей оқулықтарда шат деп берілген. Үш сүйектен құралады екен. Жарайсыңдар, келесі бізде кеуде сүйектер тобына беріледі. Бас сүйек тобы өзіне берілген тапсырманы қорғайды. Балдар мұқият қарап отырамыз, түсінбеген сұрақтарын сұраңдар. Бізге берілген тапсырма қол аяқ сүйектерін атап жазуымыз керек. Иә, қол аяқ сүйектеріне қандай сүйектер жатады екен? Ішінде тоқпан жілік, Қолда тоқпан жілік болады екен, кәрі жілік, шынтақ сүйегі болады екен. Дұрыс. Ортан жілік, Аяқта ортан жілік, асық жілік, садақ сүйегі. садақ сүйектері болады екен, иә. Ал жамбас сүйегінде, мықан, шонданай, қасағай. Жамбас үш сүйектен құралған екен, иә. Қандай бек молда? Мықан, шонданай, қасаға. Дұрыс, мықан, шонданай, қасаға сүйектерінен құралған екен, иә. Сөйтіп ол нені құрайды? Жамбас қуысын құрайды. Жамбас қуысы қандай мүшелерді қорғап тұрады? Біз бұның алдында өткен? қол, Зат шығару жүйесі, қуық бар ол жерде, есебағар, бүйрек бар екен. Сонда біз жаңағы сүйектер ішкі мүшелерді қорғап тұрады деген түсініңдер ме енді? Түсіндік, отыра ойындар. Ал балдар, кеуде сүйектері тобына берілген тапсырманы қыздар қорғайды деп жатыр. Қане қараймыз, мұқият түсінбеген сұрақтарың болса қойып отырыңдар. Біздің топқа берілген тапсырма қаңқа бөлімдер болады. қаңқа бөліктердің басы бас сүйектен басталады. Оның бес ауыдан сосын жақ сауыт. Жақ бөлімнен тұрады балдар, жақ бөлімнен. Омыртқа 33-34 омыртқадан тұрады. Омыртқа жотасы қанша екен? 33-34 бөлімнен тұрады. Ал оның қаншауы мойын омыртқа? Жетеуі мойын омыртқасынан тұрады. Арқада қанша омыртқа бар? 12, дұрыс. Белде? 8 көзде? 5, құйымшақта? 4 қалып омыртқалар бірігіп кеткен балдар. Бұл омыртқа жотасын құрайды екен. Келесі? Келесі бізде омыртқа сүйектері, ол жерде омыртқа жотасы және төс сүйегі жатады. Ол омыртқа жотасы мен төс сүйегі қандай қуысты құрайды? Кеуде қуысын құрайды. Кеуде қуысында қандай мүшелер бар? Ішінде? Жоқ, кеуде қуысының ішінде қандай мүшелер болады? Жалпы? Өкпе, дұрыс, жүрек болады екен, иә? Тыныс алу мүшесі, қан айналу мүшелері орналасқан. Жарайсыңдар балдар, отыра қойыңдар. Өте жақсы. Келесі топтық жұмыс бойынша жұмыс жасаған балдардың топқашылар бағалап отырамыз. Кестені қойын уже асып кетті, бұл тапсырған ақысы салайын. Ал бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық, балдар, топқашылар бағасын қойып отырды. Енді сабағымызда біз бүгін нені білдік? Қандай тапсырманы орындау қиын болды? Және сабақта тағы қандай тапсырмаларды білгілері келеді? Сол туралы рефлексияны жазып, тақтаға жарыстырамыз. Мен сендерге қандай тапсырма беру керектігін дайындаймын келесі сабаққа. Сол үшін
осы сабаққа рефлексия жазып өткізіңдер. Сабақ ұнады ма балдар? Қандай сүйектер бар екенін білдік па? Білдік, иә. Балдар, біз сүйектерді ғана біліп қоймаймыз, сонымен бірге біздің қазақ халқы бұл сүйектерді, мысалға мал сойған кезде балдар, жануарлардың сүйектері мен адамдардың сүйектерінің атаулары бірдей болады. Ет жасаған кезде бұл сүйектердің мәніне, мағынасына зор көңіл бөлген. Мысалға, ер балдар әсіресе жақсы біледі, бізде, мынау малды сойған кезде оларды жілік-жілігімен сыйлық қонақтарға беретін жіліктері бөлек болған. Мысалы, төс сүйекті кімге берген? Күйеу бала. Дұрыс айтасың, күйеу балаға. Құйымшақты қызға. ой, жарайсың, молодец, құдан берекет. Ал енді сыйлық қонақтарына ше, құдаларына, жеңгаттарына бас берген және жамбас берген. Жамбас берген, жамбас, асық жіліктер бұлар кәделі жілік болғандықтан балар оны сыйлы қонақтарға берген. Міне осындай біздің салт дәстүрімізді балар біз не қылуымыз керек? Біліп жүруіміз керек. Ол біздің жаңа күнделікті өмірде қолданатын болғандықтан жіліктердің атауын әсіресе мал сойғанда ер балдар не істейді балдар? Көп көріп жүреді, сол жіліктерді білуіміз қажет. Рефлексияны тақтаға жазыстыра береміз, үйге тапсырма балдар. Үйге тапсырма аламыз балдар. Қаңқа бөліктерін оқып келеміз жақсылап. Негізгі ұғымдарды мен терминдерді дәптерімізге жазамыз. Тақырыптың соңындағы сұрақтарға жауап береміз. Сабағымыз бітті балдар. Қош сау болыңдар. Сау болыңдар. Кесімінің толығы бітті. Бағалау парақтарын топбасшылар маған өткізе беріңдер. Бағалау парақтарын бүгінгі сабақта белсенді қатысқан оқушылардың барлығы түгел бағаланады. Бағалау парақтары бойынша мен күнделікті кезекке қоямын. Сұлтан, жарайсың, өте жақсы, бүгін сабақта жақсы қатысып отырдың. Фатима, Маржан, Алтынай, Асел өте жақсы керемет қатысып отырдыңдар.